سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлемдердің жаратушысы болған, бізге шексіз нығметтерін берген, сол нығметтердің ішіндегі ең ұлығы болған ислам иман нығметін беріп, біздерді мұсылмандардан еткен Алла Тағалаға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла Тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына және сол кісілерге қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла Тағаланың салауат сәлемдері болсын. Алла Тағала осындай қасиетті жұма күнінде бір өзінің разылығын қалап, ұзақтан жақыннан басып келіп жатқан әрбір қадамдарымызға сауаптан жазып, әр күнәларымызды кешіріп, сондай-ақ өзінің алдындағы дәрежелерімізді жоғарылатқан болсын. Құранда Алла Тағала өзіне иман келтіріп, пайғамбарына сеніп, пайғамбарына ерген адамдар жайында «Хуасаммакумул муслимин» Алла Тағала сендерді мұсылман деп атады деді. Мұсылман деп атады. Араб тілінде мұсылман сөзі муслим дегенді білдіреді. Муслим деген сөз және ол ислам сөзінен шығады. Ислам деген сөздің мағынасы қандай? Ислам сөзінің мағынасына қарайтын болсақ, бірінші мағынасы, тілдік мағынасы бойұсыну. Ал діндегі шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, ол Алла Тағалаға сену және Алла Тағаланың пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам арқылы бізге жеткізген дініне сену, қабылдау, соған амал ету. Осыны кім осылай істесе, яғни Аллаға сенсе, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға сеніп, ерсе, ол адамды мұсылман деп атаймыз. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмын? Өйткені соңғы уақытта мұсылман деген Құдайға бойұсынған адам. Қандай дінде болмасын, Құдайға бойұсынса, адамдарға жамандық жасамаса, мейірімділік танытса, ол адам мұсылман. Және ол адамның жолы да дұрыс жол болып есептеледі дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кім ислам дінінен басқа жолды іздейтін болса, ұстанатын болса, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, Алла Тағала оның ол ұстанған жолын, ұстанымын, құлшылығын қабыл етпейді. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, және ол қияметте зиян шегушілерден болады дейді. Демек, Алла Тағалаға алып баратын, Алла Тағаланың разылығына алып баратын бірақ жол бар, бірақ ақиқат бар, ол ислам діні. Ол ислам діні, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген дін. Кейбіреулер қазіргі уақытта жалпы әлемде бір таухидул адиян, діндерді біріктіру әрекеті байқалады. Олардың түсінігінде кәпір мұсылман деген нәрсе жоқ. Қандай дінде болсаң да, әйтеуір Құдайға құлшылық жасасаң болды. Құдай ол бір таудың шыңы, мұсылман ол тауға мына жағынан шығады, басқа дін өкілі екінші жағынан шығады, үшінші бір дін өкілі үшінші жақтан шығады. Әйтеуір қай жақтан шықсаң да сен таудың шыңына жетесің. Жолдар әртүрлі, бірақ баратын жер біреу деді.
Ақиқатында солай ма? Ақиқатында олай емес. Ақиқатында Алла Тағалаға алып баратын, жәннатқа кіргізетін жол біреу, ол ислам діні. Тіпті алдыңғы діндердің өздері де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгеннен кейін, исламды алып келгеннен кейін күшін жойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде: "Лау кана ахи Муса хайян лама васи'аху илля яттаби'ани." Егер менің бауырым Муса, яғни Муса пайғамбар тірі болғанда, менің заманымда болғанда, онда оған маған еруден басқа жол қалмас еді. Ода маған еруден басқа, маған сахаба болудан басқа жол болмас еді дейді. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін басқа алдыңғы пайғамбарлардың шариғаттары да көмін жойды. Алла Тағалаға алып баратын жол бір жол, ол ислам діні. Жәннаттың кілті ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Кімде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах болмаса, ол адамға жәннат жоқ. Осы нәрсені біз жақсылап білуіміз керек, түсінуіміз керек. Неге? Өйткені қазіргі уақытта әлемде сондай бір әрекеттер жүріп жатыр. Сен қалаған жолды ұстан, кез келген жол сені жәннатқа алып барады, Құдайдың жолы әртүрлі деген сияқты осындай бір неше түрлі пікірлер айтылып жүр, көтеріліп жатыр. Ал шынайы мұсылман дегеніміз бұл Алла Тағалаға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген дінге сенген. Сену, мұсылман адам пайғамбарымызға ерген адам. Кейбіреулер осы ислам сөзінің тілдік мағынасын алып, ислам деген бойсыну болды, сен бойсынсаң болды. Айырмашылығы жоқ, қай дінде болсаң да, бастысы Құдайға бойсын деген нәрсені айтады. Бұл қате пікір. Демек, ислам деген сөз, оның тілдік мағынасы бар, бойсыну деген. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болып келген кезде ислам деген бір жаңа сөзді ойлап шығарған жоқ. Ислам деген сөз арабтарда бар сөз. Мағынасы бойсыну. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соған жаңа діндік, шариғи, діни мағына берді. Ол пайғамбарға, Аллаға сену, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген дінге сену. Демек, ислам сөзінің мағынасы бойсыну, бірінші мағынасы Алла Тағалаға иман келтіру. Мұсылман адам, муслим деген кезде бірінші мағынасы осы. Аллаға, пайғамбарға иман келтірген адам. Енді мұсылман сөзінің екінші мағынасы бар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде: "Әл-муслиму ман салима әл-муслимуна мин ядихи ва лисаних." Басқа бір риуаятта: "Әл-муслиму ман салима ан-насу мин ядихи ва лисаних." Мұсылман адам басқа мұсылмандар. Екінші бір хадистің риуаятында, екінші вариантында адамдар деп келеді. Тек қана мұсылмандар емес, жалпы адамдар оның қолынан және тілінен зиян шекпеген адам дейді. Ислам сөзінің тағы бір мағынасы, оны қазір көптеп естіп жүрміз, бейбітшілік деген сөз. Біз ассаламу алейкум деп біреуге сәлем берген кезде, Алланың саған амандығы болсын, Алланың есендігі болсын, Алланың жақсылығы болсын деген тілекті айтамыз. Демек, ислам сөзі түбірі сәлима, син, ләм, мим, содан ислам деген сөз шығады, содан мұсылман деген сөз шығады, және мағынасы, бір мағынасы бойсыну, Аллаға бойсыну болатын болса, екінші бір мағынасы басқаларға зиян жеткізбеу, басқалардың сіздің тіліңізден, қолыңыздан және басқа ағза мүшелеріңізден зиян шекпеуі, зиян көрмеуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы мұсылман адам басқаларға тілімен, қолымен зиян жеткізбеген адам деді. Және
тағы бір білу керек болған нәрсе, тек қана адамдар емес, мұсылман адам жалпы қоршаған ортаға, жан жануарға, өсімдіктерге, бәріне өзінің ешқандай бір зиян жеткізбеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде, егер бір адам ермекке құсты өлтірсе, оны тамақ қылмаса, қиямет күні сол құс оның мойнынан алады. Ва Алла тағала, мынау құлың пендең мені ермекке өлтірді, мені азық қылған жоқ, мұқтаждығы болған жоқ, жай ғана ермекке мені өлтірді, менің ақымды алып бер деп Алла тағаланың алдында сіздің үстіңізден шағымданады екен. Өмірде көріп жатырмыз қанша адамдарды әлгі қолында бір құзыреті бар, аңға шығады, қанша аңдарды қырып тастайды, мұқтаждығы бар, мұқтаждығы жоқ. Алла тағаланың алдында ондай нәрсенің жауапкершілігі ауыр. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісінің итке су беріп жәннатқа кіргендігі жайында айтады. Барлығымыз білетін хадис. Шөлдеп тұрған итті көріп, құдыққа түсіп, аяқ киіммен, мәсісімен су алып шығып, әлгі шөлдеп тұрған итке су бергендігі үшін Алла тағала оның күнәсін кешіріп жәннаттық қылды дейді. Тағы бір хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген, онда бәріміз білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Дахалат имраатун аннара фи хиррад. Бір әйел мысықтың себебімен тозаққа кірді деді. Бір әйел мысықтың себебімен тозаққа кірді. Оны босатып жіберген жоқ, және өзі тамақтандырған жоқ деді. Яғни бір жерге қамап қойды, не өзі тамақ берген жоқ, немесе оны босатып жіберген жоқ, әлгі өзі тамағын тауып жесін деп. Сөйтіп, әлгі мысық аштан өлді, Алла тағала соның себебімен әлгі әйелді тозақ етті дейді. Демек, мұсылман адам бұл адамдарға да, жануарларға да бәріне мейірімділікпен қарайтын адам. Өткен аптада елімізде жалпы үлкен сынақ болды. Баршамыз білеміз. Және жаңалықтардан шығып жатыр. Соған себеп болған кейбір адамдар барып өздері өртеген. Біреулер әдейі өртейді. Ал енді біреулер көлігімен кетіп бара жатады, мысалы. Көлігінде темекісін шегіп, жолдың жанының бәрі сарғайған шөп, күздің уақыты, мысалы, алды темекісін тастай салды. Содан өрт басталады. Оның нәтижесі үлкен болуы мүмкін. Ол темек шегіп бір күн тауып жатыр. Енді одан кейін адамдарға зиян келтіріп, тағы күнә тауып жатыр. Темек шегу күнә, насваяту күнә. Қазір бір видео тарап жүр ғой. Әйелімді, күйеуімді насваймен ұстап алсам не істеймін дейді. Сонда еш нәрсе қылмайды, тек қана аузынан жағымсыз иіс шығады, үйреніп кетесің деп. Еш нәрсе етпейді емес, еш нәрсе етеді. Дінімізде насвайға, темекке тыйым салынған. Тек қана әйелінің алдында жек көрінішті болмайсың, Құдайдың алдында да жек көрінішті боласың. Ондай жаман әдеттерден, дінімізде тыйым салынған нәрселерден адам тыйылуы керек. Біз Алла тағаланың құлы ретінде қарауымыз керек осы нәрселерге. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Әл-муслиму ман салима ал-муслимуна мин ядихи ва лисаниhi". Басқаларға тіліммен, қолыммен, аяғыммен зиян жеткізіп қойып жатқан жоқпын ба деп адам қарау керек. Мысалы, көшеде біреулер кетіп бара жатады, қақырып түкіріп кетеді. Артынан біреу өтіп, ананың әлгі қақырығын түкірігін көріп жиіркенсе,
сол үшін әлгі адам күнә алады. Жай ғана көшеде жүрудің мәдениеті. Қоғамдық орындарға барасың, дәретханаға кірсең, дәретханаға кіру мүмкін емес. Кейін мешітте де таза қылушылардың өзі де айтады, біреулер мысалы артынан ағызып кету деген нәрсені білмейді. Өзінің тастап кеткен нәрсесін ағызып кетуді білмейді. Біреулер мысалы тұрып дәрет сындырады. Ана жердің бәріне шашыратып, одан кейін келген адамға сен қандай зиян келтіріп жатырсың? Енді жарайды, лас екен, мысалы кейбір қоғамдық орындарда болады, лас екен, кір екен, отыруға мүмкін емес. Ең болмағанда әлгі отыратын нәрсені көтеріп қой. Өйткені сенен кейін басқа біреу келіп, ол мысалы үлкен дәретке отырғысы келетін шығар. Қарап отыратын болсаңыз, сондай бір элементарный дейді ғой, яғни бір болмашы нәрселердің өзінде біз басқаларға зиян жеткізіп жатырмыз. Ол мұсылман адамға лайық нәрсе емес. Орманды өртеу, шөпті өртеп, тағы басқа бір жерді өртеу былай тұрсын. Осындай бір нәрселердің өзінде сіз зиян жеткізетін болсаңыз адамдарға, ол сіздің дініңізге нұқсан келтіреді. Алланың құзырындағы сіздің дәрежеңізді түсіреді. Керісінше адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, иманға кіреді. Ол иманның бір көрінісі, иманның бір белгісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ал-иману бид'ун ва саб'уна», бір риуаятта «бид'ун ва ситтуна шу'ба». Иман 71 неше бұтақтан тұрады деді. «А'лаха ла илаха иллаллах ва аднаха имататил аза анит тариқ». Оның ең жоғарғысы ла илаха иллаллах. Жоғарғысы дегенде бұл жерде маңыздысы деген мағынада. Талды алған кезде талдың жоғарғы жағы емес, керісінше талдың тамыры. Талдың тамыры. Талдың тамыры ла илаха иллаллах болса, оның ең жоғарғы бұтағы имататул аза анит тариқ, адамдарға зиян келтіретін нәрсені жолдан алып тастау деді. Ол сіздің иманды екендігіңізді көрсетеді, иманыңызды күшейтеді, Алла Тағаланың алдындағы дәрежеңізді арттырады. Ал керісінше енді жолға мусор тастасаңыз, қақырып түкірсеңіз, дәретхананы былғап кетсеңіз, тағы да басқа да сондай қоғамдық қоршаған ортаға, қоғамдық орындарда зиян келтіретін болсаңыз, мұның барлығы сіздің дініңізге нұқсан келтіреді. Сіз намаз оқыңыз, ораза тұтыңыз, ал бірақ қолыңыздан, тіліңізден адамдар зиян шегетін болса, бұл сіздің Алла Тағаланың алдындағы дәрежеңізді түсіреді. Егер олардың ақысына кіріп кететін болсаңыз, ертең қияметте Алла Тағала олардың ақысын алып береді. Енді жеке адамның ақысы бар, оны жеке адам сұрайды. Ал тек қана жеке адам емес, қоғамдық орын, ол жерде де сіз біреудің ақысына кіріп жатырсыз. Енді оның ақысын, көпшіліктің ақысын қалай алып береді Алла Тағала, біз оны білмейміз. Бірақ алып береді. Мысалы, бір адам, енді бір кезінде бір жігіт келіп, сондай сұрақ қойған еді. Мен қазір тәубе етіп, намазды бастадым, бұдан алдын әлгі бензин құятын жанармай бекеттерінде солардың әлгі бензиннің мөлшерін санайтын аппаратына бір нәрсе істеп береді екен. Сөйтіп, мысалы 900 грамм құйылса, соны 1 литр деп көрсетеді. Сөйтіп, былайша айтқанда, әлгі жанармай бекеті адамдардың ақысын жеп отырады. Мен сол нәрсені істеп беретін едім, тәубе еттім, енді не істеймін дейді. Енді ол жерде бір адам емес қой. Мысалы, бір күнде қанша адам бензин құйып жатыр. Солардың бәрінің ақысына кіріп жатыр. Жанармай бекетінің қожайынында соны істеп берген адамда. Қанша адам, ол жерде 100 адам емес, 1000 адам емес, 100 мыңдаған адам. Мысалы, бір жылда бір жанармай бекетінен қанша адам бензин құяды машинасына. Соның бәрінің ақысына кіріп жатыр. Мысалы, қоғамдық орынды ластап кетті. Сіз де біреулердің ақысына кіріп жатырсыз.
Енді оның ақысын Алла тағала қалай алып береді білмейміз, бірақ алып береді. Сол үшін де біз Алла тағала бізді хуа саммакумул муслимин, сендерді мұсылман деп атады деген, мұсылман деген атаққа лайық болғымыз келсе, онда ең бірінші кезекте Аллаға, пайғамбарға иманымыз дұрыс болу керек, Аллаға сеніп пайғамбарға еруіміз керек, және екінші жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, біз ешкімге зиян жеткізбеуіміз керек. Адамзатқа, қоршаған ортаға ешкімге біздің зиянымыз жетпеу керек. Керісінше бізден пайда болу керек. Керісінше біз жанашыр болуымыз керек, мейірімді болуымыз керек. Неге? Өйткені сіз мейірімді, рахымды Алла тағаламен байланысқа түскен жансыз. Құранда Алла тағала пайғамбарымызға не деді? Фабима рахматин миналлахи линта лахум. Сен Алладан болған, Алланың саған берген мейірімінің арқасында оларға жұмсақ болдың деді. Адамдарға жұмсақ болдың деді. Пайғамбарымызға Алла тағала айтып жатыр. Фабима рахматин миналлах. Алла тағаланың саған, сенің жүрегіңе берген мейірімділіктің арқасында, нәтижесінде сен олармен жұмсақ болдың деді. Демек, сіз Ар-Рахманир Рахим, мейірімді, рахымды болған Алла тағаламен байланысқа түстіңіз бе, оның нәтижесі сіздің іс-әрекетіңізде көріну керек. Іс-әрекетіңізде көріну керек. Пайғамбарымызға Алла тағала қарай не деп жатыр? وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Егер сен дөрекі, қатыгез болғаныңда, тасжүрек болғаныңда, олар сенің жаныңда жиналмас еді, артынан ермес еді, олар сенің жаныңнан тарап кетер еді дейді. Алла тағала пайғамбарымызға, Алла тағала саған мейірімділікті, рахымдылықты берді, соның жемісі, нәтижесі, көрінісі сен оларға жұмсақ болдың деді. Егер сіз намаз оқып, бірақ адамдарға дөрекі болған, адамдармен мәмілесінде дөрекі болған, қатыгез болған, тасжүрек болған адамды көрсеңіз, біліңіз, ол адамның Алла тағаламен қарым-қатынасы дұрыс емес. Ол қанша намаз оқып, ораза тұтса да. Егер қарым-қатынасы дұрыс болғанда, Алламен байланысы дұрыс болғанда, міндетті түрде оның нәтижесі, жемісі әлгі адамның әдебінде, мінез ақылағында көрінер еді. Көрінбеді ме, демек оның Алламен байланысы дұрыс емес. Ол өзінің Алламен қарым-қатынасын, байланысын қайта тексеру керек, қайта қарау керек. Алла тағала баршамызға Алламен дұрыс байланыста болуды нәсіп етсін. Алла тағала сол мұсылман деген атаққа лайық болуды баршамызға нәсіп етсін. Енді сөзіміздің соңында айта кететін екі мәселе. Біріншісі, қазір мынау кеше өрттен зардап шеккен қандастарымызға, еліміздің азаматтарына көмек жиналып